көмекейін қазына болсын. Амин. Біржан атамыздай ұлттың берені бол, Ақан атамыздай алаштың ағиығы бол. Қасиетті көкшеден шыққан екенсің, не бір дүлдүлмен бұлбұлдың ата мекенінен түлеп шыққан қадамыңда Алла тағала оңғарсын. Жолың ақ болсын. Өнердің жолындағы әр басқан қадамың құтты болсын. Аузы дуалы кешегі бабаларымыз секілді, Сүйінбай, Жамбыл, Шашубай аталарымыз секілді шашасына шаң жұқпайтын замананың бұлбұлы бол. Білімің бір қанатың, өнерің бір қанатың болсын, қос қанатың тел болсын. Тек қана бір үйдің ғана емес, ұлтыңның қазақтың баласы бол. Қазақ десе қабырғасы қайысатын, ұлт десе 62 тамыры исінетін, алаштың нар тұлғалы, елдің көсем болып көш бастайтын келелі ұлы бол. Ертең Алла қаласа қазақтың айберен өнері, айтыс өнерінің төрінде біздің Нұрғисамыздың 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар болатын күнін Алла тағала нәсіп етсін. Сол күнде бірге қуануға нәсіп етсін. Есіміңді ырым етіп Нұрғиса атамыздың атын алған екенсің. Нұрғиса атамыз секілді замананың дүлдүлі, замананың заңғары бол. Жолың ақ болсын, Алла жарылқасын. Аллаху акбар. Амин. Сіз десе қазақ елі тегіс келер, сөзіңіз саналарға егіс берер. Айда. Сіз берген жүрек жарда Ақбатаға иламин десе екен періштелер. Амин. Аллаху акбар. Бата бірден алып қойды маған, аузынан өлім төгіліп жатыр. Бәрекелді. Енді сіздер сонау осы Ақмола өңірінен ат терлетіп келіп жатсыздар. Өлеңмен біраз нөсерлетіп жатсыздар. Бұйырса аға үлкен айтыстардан ұлыңызды көріп отырайық. Баласы атқа шапса, әкесі тақым қысады деген бүкіл алаш жұрты дұға тілеп, жолына үлкен ақын болуына тілектестік білдіріп жатыр. Сондықтан бізде ниеттеспіз. Енді Аманжол ағамыздың батасын алғаннан кейін Нұрғисаның осал ақын болуға хақысы жоқ. Алдағы айтыстардан топ жаратын үлкен бір жүйрік ақын болсын аға. Осы Жандарбек ағасындай жүйрік болсын, дүлдүл ақын болсын. Жақсы. Елеш мырза жаңа Нұрғиса өз сөзінде айтып қалды ғой, мынау әкемде де ондай қасиет бар деп. Сіздің өзіңіздің бойыңызда да ондай қасиет бар болып тұр ғой сонда. Елеш ағамыз біраз республикалық айтыстарға шығып, танылып жүрген, кейін осы қазір ұлын баптап жатыр деп естідім. Енді сен сияқты ғой Жандарбек. Иә. Ақынның ұлы қайда барады дейсің? Өзіңізден оза шапсын балаңыз. Ат тұяғын тай басар демекші, енді әкеге қарап, ұл өсер, шешеге қарап, қыз өсер дейді. Енді мен шықпаған биікке осы ұлым шықса екен деп, Алладан тілеп, топқа ертерек 9 жасына